Сәлем достар, азаматтардың әлеуметтік қолдау деңгейі мемлекеттік экономикалық тұрақтылығы мен әл-ауқатына тікелей байланысты. Көбінесе қазіргі зейнеткерлер мемлекеттік зейнетақы жүйесі бойынша жәрдемақы мөлшері туралы теріс айтады. Дегенмен, мемлекет тарапынан зейнетақы төлеу мүлде қарастырылмаған елдер бар. Бүгін мен азаматтар тек өз күшіне сенуге мәжбүр болатын топ 10 ел жайында айтатын боламын. Бірінші орында Танзания. Африка елінде тұратын қарттардың 95% тамақ табу үшін ғана соңғы күшін салуға мәжбүр. Қарт танзандықтар тек 5% ғана зейнетке шығып, үйде қалып балалары мен немерелерімен өмір сүру мүмкіндігіне ие болған. Ал туған туысқандары қарттарды асырай алмайтындар немесе асырағысы келмейтіндер, балаларын жерлеген қарт азаматтар өлгенше жұмыс жасауға мәжбүр болған. Екінші орында Ирак. Мұнда қарт адамдар мемлекеттік қолдауға сене алмайды. Сондықтан таяу шығыс елдерінде өмір сүру ұзақтығы ең төмендердің бірі болуы таңқаларлық емес. Қарттардың көпшілігі 70-тен аспайды, ал өмір сүру ұзақтығы бойынша 200 елдің ішінде 136 орында тұр. Үшінші орында Ауғанстан. Зейнеткерлер үшін ең нашар елдерді қамтиды. Антирейтингтің көшбасшысы болып табылады. Мұнда негізінен әлеуметтік жәрдемақы төленбейді. Өмір сүру ұзақтығы 45 жасқа да жетпейді. Жалпы сауатсыздық, қылмыс пен әскери қақтығыстар фонындағы жағдай зейнет жасқа жетуге мүмкіндік те бермейді. Төртінші орында Үндістан. Үндістандағы әлеуметтік қорғау деңгейі Азиядағы ең төменгі деңгейлердің бірі болып қала береді. Бұл елде халықтың 12% ғана зейнетақы алатынына сене алады. Мемлекеттік қызметшілер ең қорғалатын санат болып қалды. Олардың көпшілігі 60 жастан жұмыстан кете алады. Сонымен қатар зейнетақы мөлшері көбінесе 2000 рупийден аспайды. Бесінші орында Пакистан. Пакистан тұрғындары ай сайынғы жәрдемақы алу үшін кем дегенде 10 жыл бойы өздерінің жеке зейнетақы шотын толтыруы керек. Негізінен ер адамдар. Ал әйелдердің көпшілігі өмір бақи үй шаруасында. Әрине олар ресми түрде еш жерде жұмыс істемейді. Сондықтан қартайған шағында өздерін әлеуметтік қорғауға қамтамасыз ете алмайды. Алтыншы орында Қытай. Бұл елдің билігі бұрынғы мемлекеттік қызметшілерге ғана жәрдемақы төлейді. Ерекше жағдайларда төлемдерді ірі кәсіпорындардың қызметкерлеріне тағайындайды. Мысалы, ұзақ қызмет немесе ерекше жетістіктеріне байланысты есептеп. Тұрғындардың басым бөлігі әсіресе ауылдық жерлерде тек туысқандардың көмегіне ғана сене алады. Қытайлықтардың шамамен 20% әлі де зейнетақы бағдарламасының ешқайсысына да сене алмайды. Жетінші орында Гамбия. Зейнетақы 60 жастан бастап төленеді. Бұл ретте азаматтар тек 2 санатта ғана қартайған кезде жақсы әлеуметтік қолдауға жүгіне алады. Бірінші, мемлекет қатынастық бюджеттегі ұйымдар, коммерциялық фирмалардың қызметкерлері. Екінші, әскер және полиция. Зейнетақы жүйесі Гамбия азаматтарының тек 20%-на ғана қарастырылған. Қалған 80% халық зейнетақы алмайды. 8-ші орында Кения. Кениядағы зейнетақы жүйесі жұмыс күшінің 15%-ын ғана қамтиды. Көптеген жарамды жұмысшылар зейнеткерлік жаста өмір сүрмейді. Бүгінге дейін ол 55 жасқа дейін бекітілген. Елдегі ВИЧ індетіне байланысты елдегі орташа өмір сүру ұзақтығы небары 59 жасты құрайды. Сондықтан салыстырмалы түрде аз адамдар зейнетке шыққанға дейін өмір сүреді. 9-ші орында Нигерия. Нигериядағы зейнеткерлік жүйесі тек 3% халықты ғана қамтамасыз етеді. Азаматтардың басым көпшілігі бұған қол жеткізе алмайды. Зейнеткерлік жас 55 жас деп белгіленсе, орташа өмір сүру ұзақтығы небары 52 жасты құрайды. Нигерия ең кедей елдер тізімінде 2-ші орында. Мұндағы жағдай Нигерия тұрғындарының барлығын дерлік заңсыз жұмыс дегенді жөн көрген. 10-ші орында Гана. Бұл Батыс Африка елі де жас бойынша зейнетақы төлемейтін елдер қатарына жатады. Жұмыс дегендер үшін аз ғана зейнетақы төленеді. Бірақ жұмыс ресми болған жағдайда ғана. Бұл елдегі сұмдық дамыған көлеңкелі экономика Гананың егде жастағы тұрғындарының тек 10%-ын ғана зейнетақы төлемдеріне кіргізген. Зейнетақы тек кезінде мемлекеттік қызметте істеген немесе кәсіпкерлікпен айналысқан шаруаларға ғана төленді. Видео ұнаса, лайк қойып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпа. Келесіде бұдан да қызықты видеолар болады.